Ассалаумағалейкум. Мен Абдусамет Алтай, Қарип Алтайұлы, Франциядан келіп отырмын. Мына Астанаға ерте вақытта бір келген едім. Ол кезде Астана жаңа салып жатқан, әуелі Бәйтерек жаңа салып жатқан, жаңа маңайда бірталай ғимараттар да жаңа салып жатқан. Одан кейін міне бүгін Астана үлкен бір экспоға не қылып жатыр, ұйымдастырып, сол Экспо 17-ге келіп қалдық. Енді Еуропаның қалаларында төмен қалар бір қала емес, Францияның Парижден Эйфель минареті болса, Астананың Бәйтерегі бар. Одан Сен өзені барса, Астананың Есіл өзені бар. Сондай бір тамаша, жақсы Еуропаның біз бірталай жерді араладық, көрдік. Сол Астана одардың ешбірден төмен қалар жағы жоқ екен. Әйтеуір бір жақсы қала болыпты. Содан құрметті Астана тұрғындарын және барлық қазақстандықтарды Астана күнімен құттықтай отырып, бастарыңызға амандық, отбасыларыңызға денсаулықтарыңызға мықтылық тілеймін. Алла тағала амандық берсін. Рахмет. Бірінші рет осы экспоға Астанаға келіп отырмын. Экспоны көруге тамаша екен. Біздің жан-жаққа шаршап кеткен қазақтардың жинап, елбасына көп рахмет айтамыз. Астанаға тамаша жасалған екен, біздің Парижге де оқшайды екен бітті. Көп қуанышта болдық. Көп рахмет айтамын. Астананың 19-шы жылы құтты болсын. Бәрдеріңізді осы мерекеменен құттықтаймын. Аманшылықпен.